Сәлеметсіңдер ме? Бүгін біздер өте маңызды тақырыппен танысамыз. Бұл тақырыптың аталуы химиялық байланыс. Химиялық байланыстың табиғаты заттардың көп түрлілігін, олардың түзілу механизмін, құрылысы мен реакциялық қабілеттерінің себебін түсіндіреді. Химиялық байланыс қалай және неге түзілетінін анықтау үшін молекулалық сутек ионы жүйесін қарастырайық. Бұл жүйе екі сутек А және В сутек атомдарының ядроларынан тұрады. Ядролары бір ғана протоннан тұрады. Сонымен бұл жүйеде екі 10 зарядталған протондар бар екен. Осы екі протонның өрісінде жалғыз бір ғана электрон қозғалады. Сонымен бірге сендер физика курсынан білесіңдер, егер жүйеде бірдей зарядталған бөлшектер болса, олар бір-бірінен тебіліп, тебілу күш пайда болады. Сонымен осы екі ядролар арасында тебілу күш осы ядро аралық осі бойынша бағытталған А сутек және В сутек атомдардың арасындағы тебілу күші. Екінші күш В сутек және А сутек арасындағы тебіліс күш. Бұл күш көріп тұрсыңдар, олардың бағдаршалары қарама-қарсы орналасқан, сондықтан бұл күш ядроларды бір-бірінен ажыратуға тырысады. Сонымен бірге бұл жүйеде электрон бар екен. Сондықтан осы электрон мен протондардың арасында тартылыс күштер пайда болады. Ол бізде электрон мен А сутек протон арасындағы тартылыс күші және электрон мен В атомның протон арасындағы тартылыс күші бағыттарын көріп тұрсыңдар. Енді осы екі тартылыс күштердің ядро аралық осіне проекциялары көрсетілген. Сонымен жүйеде екі түрлі электростатикалық күш бар екен. Қайталаймын, ол тебілу күші және тартылыс күші. Егер тартылу және тебілу күштерінің тең әрекетті күш нөлге тең болған кезде молекула түзіледі. Немесе бұны қалай түсіндіруге болады? А сутек және В сутек ядроларының өзара тебілуі электронның ядроларға тартылуымен компенсация алады, немесе тартылуымен теңестіріле алады. Жүйенің энергиясы минималды болады, ондай жүйе тұрақты болады. Сондай кезде молекула түзіледі. Енді электронның молекуладағы орнын дәл анықтау мүмкін емес, бірақ оның кеңістікте болу ықтималдығын қарастыруға болады. Мына жерде электронның протон бойынша орналасуы көрсетілген екі жағдай. Электрон мына екі протондарға жақын орналасып тұр, және осы екі протоннан алыста орналасып тұр. Енді қарастырайық, қандай жағдайда бізде осы екі күштерінің тең әрекетті күш нөлге тең болады. Бірінші жағдайды қарастырайық. Мұнда электрон екі протонның арасында орналасып тұр. Олардың арасында тартылыс күштері тебілу күшін теңестіріп, мына екі протондарды бір-біріне жақындатуға тырысады. Мұнда тартылыс күш пен тебілу күштерінің шамалары бір-біріне теңесіп, жүйенің энергиясы минималды болып, молекула түзіледі. Енді екінші жағдайда қарасақ, электрон екі протоннан алыс орналасып тұр. Сондықтан тартылу күштерінің бағыттарын көріп тұрсыңдар, олардың проекцияларын көріп тұрсыңдар бағыттарын. Олар барлығы да бірдей бағытталған. Мұнда ешқандай компенсация пайда болмайды. Мұнда тартылу күш пен тебілу күштердің тең әрекетті күш нөлге тең болмайды, сонымен молекула түзілмейді. Сонымен молекулада екі түрлі аймақ бар екен. Байланыстырушы аймақ, мұнда электрон екі ядролардың арасында орналасып, байланыстырушы орбиталь түзейді екен. Екінші аймақ босандатушы аймақ. Егер электрон босандатушы аймағына түссе, босандатушы орбиталь түзіліп, химиялық байланыс, демек молекулалық сутек ионы түзілмейді. Сонымен химиялық байланыс электрон ядролар арасында болғанда пайда болады. Екінші жағдай химиялық байланыс 10 зарядталған ядролар мен теріс зарядталған электрондардың электростатикалық әсерлесуінен пайда болады. Енді келесі сұрақ өте маңызды.
жүйенің потенциалдық энергиясы қалай өзгереді екен? Мына графикте потенциалдық энергияның өзгеруі көрсетілген. Не бойынша? Атомдардың арасындағы қашықтықтың өзгеруі бойынша. Бұнда мына осте потенциалдық энергияның шамалары көрсетілген, мына осте атомдар арасындағы қашықтық. Біз сутек молекуласының түзілу мысалында қарастырайық. Егер сутек атомдары бір-бірінен өте алыс орналасса, атомдардың арасында ешқандай әрекет байқалмайды. Олар жақындаған кезде бір атомның электрондары екінші атомның ядросына тартылып, екінші атомның электроны бірінші атомның ядросына тартылып, мұнда тартылыс күш пайда болады. Сонымен бірге бірдей зарядталған ядролар және электрондар арасында тебіліс күш әрекет ете бастайды. Неғұрлым атомдар бір-біріне жақындаған сайын тартылыс күштердің шамасы тебіліс күштерден басым болып, бір жағдайда тартылыс күштер мен тебіліс күштердің шамалары теңесіп, молекула түзіледі. Осы жүйенің күйі тұрақты болады, жүйенің энергиясы минималды болады. Сол кезде энергия бөлінеді. Минус 436 килоджоуль мол. Минус ол экзотермиялық реакция. Молекул құрамындағы атомдарды бір-бірінен ажыратуға жұмсалатын энергияны біз байланыс энергиясы деп атаймыз. Минималды энергияға сәйкес болатын атомдар арасындағы қашықтықты біз байланыстың ұзындығы деп атаймыз. Сутек молекуласы, сутек атомдардың арасындағы қашықтық 74 пикометрға тең. Ары қарай атомдар өте бір-біріне жақын орналасса, онда тебіліс күштердің шамалары артады, потенциалдық энергиясының шамасы көбейеді. Сонымен молекула түзілу үшін бағанағы айтқан екі жағдаймен бірге түзілген байланыс жалпы энергияның ұтымына келеді. Сондықтан атомдық күйге қарағанда молекула күй едәуір тұрақты болады. Енді біздер мына есепті шығарып көрейік. Төменде екі хлор атомы үшін потенциалдық энергияның ядро аралық қашықтыққа қатысты графигі берілген. Төмендегі кестеде берілген мәліметке сүйеніп, сол графикте екі бром атомы үшін потенциалдық энергияға және ядро аралық қашықтыққа сәйкес келетін қисық сызбасын сызыңыздар. Енді мына мәліметтерге назар аударайық. Мында хлор молекуласы және бром молекуласын салыстырма түрінде ядро аралық қашықтығы берілген ангстроммен. Хлор атомдарының арасында 2 ангстрем, бром атом арасындағы 2,29 ангстрем. Байланыс энергиясы хлор молекуласын түзу үшін 243 килоджоуль жылу бөлінеді екен, бром молекуласы жүрген кезде 199 килоджоуль моль жылу бөлінеді екен. Енді мына графикте не көрсетілген? Хлор атомдары бір-біріне жақындаған сайын жүйенің потенциалдық энергиясы қалай өзгереді екенін көрсетіліп тұр. Бағанағы сутек молекуласының түзілуі графигі ұқсайды. Енді біздер не істейміз? Ең біріншіден минималды нүктені табамыз. Ол минималды нүкте ол байланыстың энергиясының шамасына тең болады. Хлордікі минус 243 килоджоуль моль. Оны біз белгілейміз былай етіп міне. Енді хлор атомның арасындағы байланысты табайық. 2 ангстрем. Енді масштабты анықтайық. Мұнда мына жерде болады бізде 1 ангстрем, а мына жерде 3 ангстрем. Мұнда 2,5, сонда мұнда бізде болады 2,29 ангстрем. Бұл бром молекуласының байланысының ұзындығы. Енді біздер байланыс энергиясының шамасын қарастырайық. Мына жерде міне минус 200 деп белгілейік. Мұнда бізде болады минус 100 килоджоуль моль. Енді мына екі нүктені қосайық бір-біріне. Мынау минималды энергиясының нүктесі орны. Енді бром атомдардың арасында арақашықтық азайған сайын біздер міне минималды нүктеге жақындадық. Бром молекуласының құрамындағы атомдардың арасындағы қашықтық азайған сайын потенциалды энергияның өзгеру қисығы көрсетіліп тұр. Ол хлор молекуласының қисық сызбасынан оң жаққа қарай
ығысады. Сонымен бүгін біздер мынандай сұрақтарға жауап бердік. Қандай жағдайда химиялық байланыс пайда болады?